Көретінмін толғасын тау ретінде, арманыңа кешікпей жету үшін. Тау тұрған жақсы ғой шау бетінде, тауым шөгіп қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Бұйырып келте ғұмыр, келте көкте, еркелетер адамың ерте кеткен. Сол ғой әке менің де анамның да, еңбекке ертерек ентелеткен. Тауым шөгіп қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Ешкімге қонған емес шынжырлы бақ, жағдайым бірде тасып бір құлдырап. Әкесі үйретпепті деген сөзді естімеуге тырысып жүрмін бірақ. Тауым шөгіп қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Тауым шөгіп қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Ат шаптырып шапан жапқан бар салтыңай, өтсе тағы қилы-қилы түрлі тағдыр замандар. Қазақ қана өзгертпейді баз қалпын-ай. Күндір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып, таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күндір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып, таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Қонағына құшақ жайған ақ жарқын-ай, өмір шіркін 5 күн жалған өткен шібір ақ жауындай. Той думанмен асқақтасын ардаңқың-ай. Күндір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып, таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күндір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай. Дүбір той тойлатқан думандатып, таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Күндір
жыр жазамын ай. Дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым ай. Күмбір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым ай. Тамаша. Армысың қазағымның көрермені, жандырып баланкелді өнердегі. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, бір Алла қолдашушы төбемдегі. Ізін бастан бұрынға бабам басқан, ақыл сұрап, елдегі замандастан. Нағыз қазақтың жігітіне тән қасиет, басын иіп, ассалаума алейкум деп амандасқан. Той құтты болсын ағайын. Мінекей, өріскен ойға дүбірлі тойға келген ардақты ағайын қадірлі меймандар, бүгін міне тәңірдің көзі оң болып, жақсылыққа жол болып, әулеті мен сәулеті жарасқан ел жұртына қарасқан, жеті атасынан бірі, сүтінің қаймағы бұзылмаған, сабасынан қымыз сарқылмаған, тиімді іргелі жастаман кедей дәулетінде тамаша тойдың түндігі түріліп, тамаға сыпырылып, бет пердесі ашылып тұрған жайы бар. Маңдайына бөрік сай, ақылына көрік сай, уәдеге серт сай, осы шаңырақтың жүрегі тірегі болған Асқар Тау әкеміз Нұрлыбайдың 60 жас тойы құтты болсын ағайын. Нұрекеңнің перзенті Нұрғисадан жаралған, жанатты келіндеріңіздің кіндігінен әралған, осы шаңырақтың айы күні ерке қызы, сүйкімді қызы, атасы мен әжесінің қызы Арайлымның тілашар той екен ағайын. Бүгін әулетімізде қос той. Мен олай болса көп сөйлеп қозбайын. Арнайы бүгінгі тойымыздың басты себепкері Асқар Тау әкем 60-ға толып жатқан Нұрлыбай әкеміз бен тілашардың иесі Арайлымды той түріне қарсы аламыз ағайын. Тамаша, ой рахмет. Ассалаумағалейкумдер. Әке, келіңіз. Әке, мен бағынан бір ортаны айналып жүр десем, жүрмейін деп ортаға шақырсам жүріп отыр. Тойларыңыз құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Алла Тағала ұзағынан сүйіндірсін. Кешегі армандап жүрген тойларыңыз әп-сәтте бүгін бісмілләсін келтіріп жатыр. Тойыңыз құтты болсын. Әкеміз 60-ға толып жатыр ағайын. 60-ға толып жатыр. Аллаға шүкір. Бірақ әлі 60-ға толып жатқанға ұқсамайды. Бұл кісінің де жігіттей болып жүргені ананың арқасында деп ойлаймын. Тамаша, Алла Тағала қуанышы ұзағынан сүйіндірсін. Бүгін міне әулетте қос той. Менің айтқым келеді ағайын. Бұл үйге келсе 10 кісі, келесі тойдың белгісі. Бұл үйге күлі жайсаңның келгісі тұрсын.
Көргенде көңіл босаған, босыншы туыс досаман, бықсаған аяқ киімнен әке, босамай жатсын, босаған деп жатырмыз. Тойыңыз құтты болсын. Бәрекелді. Олай болса, бүгінгі тойымыздың басты себепкері көз қуанышын өз орнына жайғастырайын, сөйтіп тойымыздың да бісмілләсін келтіріп тойды ашып олайын ендеше. Төрлетіңіздер, жайғасып олыңыздар. Қазақ халқымыздың қуанышқа, думанға деп жайылған ақ дастарханына еш уақытта ақ тілексіз, ақ батасыз ашылмаған. Бұрынғының арты, қазіргінің қарты, ақ дастарханға бата беру қазағымның салты деп. Осыны әулеттің үлкені Назарбай ақсақалымен ортаға шақырайын. Тойымыздың түндігін түріп берсін, томағасыз түріп берсін ендеше. Келіңіз ақсақал, батаңызды ақтарып беріңіз. Ассалаумағалейкум. Ал әке, тойыңыз құтты болсын. Үлкеннен бата қалғанша бата қалсын деп жатады қазақ. Бата бір жұт, бата балаға мәңгілік құт дейді. Бала бақшадағы гүлім, оны өсіру үлкен ғылым демей ма? Осынау ғылымның кәсібі бейнеңізден сезілгелі тұрып, ақ бата сізден болсын, қошемет ағай бізден болсын. Міне құрметті қонақтар, үлкенді кішілі, міне қуанышты тойға келіп отқан қадамдарымызды құт берекелей берсін. Нұрлыбайжан 60 жасын құтты болып, осы тойдың дастарханын ашқалы отырмыз. Сіздерден қуанышты сөз, жақсы тілек, береке болсын, Алладан шапағат болып, осы ақ дастарханды ашуға рұқсат етіңіздер. Ай, тамаша, ақсақал, батаңыз қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Алла Тағала ұзағынан сүйіндірсін өзіңізді. Бәрекелді, төрлетіңіз жайғасып алыңыз. Ақсақал айтқандай тойымыз ашық ағайын. Алдағы дәм-тұздан қысылмай, қымсынбай, табағының түбін көрсете тауса жеп отырыңыздар. Әкеміз біреуден артық емес, біреуден тартып емес, біреуден ұрлап емес, біреуден қорлап емес. Маңғай термен тапқан ырысығын аямай ақ дастарханға жайып жатқан жайы бар. Досыңның тамағын дұшпанның тігін деғімше дейді. Олай болса алдағы астаммен алып отырыңыздар. Ас адамның арқауы, өлің әмке би оның тарқау деп, аталы қазақ баталы сөзі бекер айтпаса керек. Бұл әулетке біз де бөтен емес екенбіз ағайын. Жетірудің ұрпақтары той жасап жатыр екен. Жетірудің жастаманы той жасап жатса керектің. Осы әулеттің алтын құрсақта анасы телеу екен. Әбсәтте әкеміз кеше үйіне барғанда жезді болып екеуміз қол алысқанбыз. Өйтіп бүйтіп әйтеуір жезделік қайны бүгін тойды амалдап өткіземіз ағайын. Бүгінгі тойдың жақсы өтуі бір маған емес, сіздерге де байланысты. Қазір сіздер қиюға бас болсаңыздар, мен бір тамаша ән шырқап берейін осы тойға. Әні Қарақалпақтікі, сөзін өзім жазғанмын. Осы тойларыңызға шашу ретінде қабылдайсыздар ендеше ағайындар. Ал кет.
Рахмет, молодец, әйтеуір бір-екі кісілер қолдап отыр. Негізі ағайын бәріңдеден нарсын деймін. Тәлбігім жұлдыз бағым жансын деймін. Ағайын қошеметің бәсемде ғой қайда болған құмарың қансын деймін. Шапала ұрмай отқан жас қыздардың жігіттерін басқа қызға барсын деймін. Шапала ұрмай отқан жігіттердің қыздары байға кетіп қалсын деймін. Шапала ұрмай жатқан ағалардың пірабасынан айырылып қалсын деймін. Шапала ұрмай жатқан жеңгелерді ағаларым шапалақпен салсын деймін. Шапала ұрмай жатқан аталардың пенсиясы қысқарып қалсын деймін. Шапала ұрмай жатқан әжелердің шалдары бір тоқал алсын деймін. Айда. Бір күні бізге ұқсаған бір асыма тойға барып шапалақ дей берген екен, тойдың иесі шапалақ беріп шығарып жіберіпті. Жоқ, олай емес ағайын. Сіздердің мына ұрып жатқан қошеметтеріңіз біздің бағымыздың да, жағымыздың да ашуына үлкен үлесін қосатын ескеріп отырыңыздар. Егер сіздер дәл осылай қол қоштап бізге шабыт беріп отырсаңыздар, бүгінгі жастауан кері дәулетіндегі болған тойды таңға дейін басқаруға дайынбыз ағайын. Бәрекелді. Ал, олай болса ардақты ағайын, мен дәл ортадан тұрып, үлкен ас дайын болам дегенше, қан баласындай нық сөйлеп, би баласындай түк сөйлеп, жан жақтан ине жалпақтан түйме салмасақ та, сүйір сөзбенен сүйекті балықтатын, балдай сөзбенен басты айналдыратын, біздің әулеттің бір топ бауырлары бар еді. Мен сол бауырларды ортаға шақырып, бүгінгі 60-ға толып жатқан әкемізге деген ақ тілегін арнамастан алдан ет дайын болды ма? Олай болса, кішкене ағайын туыстар сабыр қылса, біздің де үлкен асымыз, етіміз дайын болған екен. Темірді бұзуында бас деп, аталы қазақ баталы сөзді бекер айтмаса екен, кішкене ағайын туыстар сабыр қылса, мен үлкен асты арнайы ақ дастарханға алдырайын. Күмбірлеген күйдің арқасында үлкен ас келсін ортаға. Басты жеңіл бақшы бар, жабақ жеңіл жақсы бар деп, қазақтың қанынан басап қарасынан тартылған сыбағалы сырлы буы бір құраған үлкен асты арнайы ақ дастарханға алдырдық. Қай күні дәл осылай ет беріп ортаға сөйлеп келген кезінде бір ағам айтып еді, дастарханға келді ғой ет, мырза бірінші басты қатырмай кет деп. Өздеріңізде солай сол сөзді естіп қалмайын. 5 минут үзіліс жариялағанда жөн көріп отырмыз. Балтамаққа бармақты жиі батырып, табақтың түбін көрсете, тауса жеңіздер. Астарыңыз дәмді болсын ағайын. Мынау, біздің қазақ қарны тойғанша қанғара сәлем бермейді, қарны тойғаса өрсі келеді, болмаса өздері әңгіме болып кетеді дейді ағайын. Сіздер мынау өздері әңгімеге дүкенге құрып кетпесін деп, осынау ұйқыларыңызды ашайық деп топқа түсіп тұрған жайымыз бар. Бір тамаша үлкен астың үстінде өздеріңізді секеңдерді билетіп, ортаға тосқа шақырғаны менігі көргенсіздік болар. Отырған жерлеріңізде бір тамаша биге көңіл бөліп, назарды аударғандарыңызды жөн көріп отырмыз. Алталашқа аты әйгілі болған Шолпы би ансамблі арнайы қазақ биімен өздеріңізді таң қалдырып, тамсандыруға келіп тұр ағайын. Қарсы алыңыздар.
Şolpı bir ansambl ağayın. Tamaşa, kerime. Al mineki. Biz eli ülken astın üstündemiz ağayın. Енді мен sizleri sel gına kömürlerinizi, nazarlarınızı bermen qaray аударсаңыздар, Asqata әкем мен анамның мәпелеп жүрген қос немересі, сүйкімді Арайлым мен Назерке қызы, атам әжем деп бір ән салса, нұр үстіне нұр болғай. Олай болса, осы әулеттің қос ерке қызы Арайлым мен Назеркені шақырайын. Келе ойнатқанымызды. Atamızda бүгінгі дәл осы әніміз үлкен сыйлық болсын деген ниетіміз бар. Білгеніміз қосылып отырайық, білмегеніміз қол соғып қошеметтеп отырайық. Қос қолыңға шабыт беріп отырыңыздар ағайын. Ортаға келіп айтыңыздар, үлкендер көрсін, атамның немересі қандай екен қалып білсін. Мінекей микрофон, алып кеттік. Alsız, gıtsız, gıtsız, canım diye gittik, siz nasılsınız?
Ой, молодец, тамаша немерелер. Мына екеуі бір үйдіңіз ма, екеуі екі түрлі үйдіңіз ма? Бір үйдіңіз ма, жақсы болған екен. Ақшаға таласқанмасына тұқам. Тамаша, көз тимесін. Адам жиған байлығымен емес, осылай ұрпағымен бай емес бағай. Атам мен әженің байлығы осылар. Міне, қуанышты тойына көсіле ағылып, сөгіліп, дәл осылай шашылып, бір тамаша әнші шырқап жатқан немерелерге мыңда бір алғыс ағайын. Ал, олай болса біз думанды әрмен қарай жалғастырайық. Әдемі ақ тілекке алмастырайық. Бағана еттен алдын үлкен ағайын туыстарға ақ тілекті береміз деп уәде бергенбіз. Сөзде арнайы мен осы ортаға тамаша тілекті ниетті ақтаратын аса қадірменді қымбатты, салауатты, сымбатты біздің әулеттің үлкендері, арнайы жастаман керейттің үлкендерін мен ортаға шақырайын. Келіңіздер. Ағайын туыстар, жастаман керейттің үлкендері, келіңіздер. Ал, әулетіміздің үлкендері келген қадымдарыңызға гүл бітсін, қуанышты құтты болсын, Алла Тағала ұзағынан сүйіндірсін. Араларыңыздан үлкендеріңіз сөйлеп, ылажы болса, қалғандарымыз қосылайық. Алыстан келген кісілер болса, олар сөзсіз сөйлесін. Иә, мынау уақыт қашанғалы білесіздер ғой. Карантинге байланысты арнайы тойымыз қысқа нұсқа болмақта, сол үшін тамаша тілек ниетті ақтарыңыздар. Атамнан бастайын ба? Өзімізден бастайық, көңілі көтеп тастайық ендеше. Той құтты болсын. Бүгінгі кешке келген ағайындар, жақын жұрттар, міне Нұрлыбайымыз Берекенің үйінде үлкен қуаныш, үлкен той. Нұрлыбайымның 60 жасы құтты болсын, үйінде той мереке ойын құтты болсын. Дастарханың әр уақытта тойға жайылсын. Еш уақытта жамандық көрме, жақсылық болсын. Сіз біздік бұл уақыт, балдар бақытты болсын. Тойларын тойғыласа берсін. Нұрлыбайымның 60 жасы құтты болсын. Арайымыздың да қадам оңды той боласын. Бүгінге 60 жас құтты болсын. Нәзір екеуің бірде қартайып, осы немере шөберенің қолынан су ішіңдер. Ассалаумағалейкум ағайындар. Міне бүгін жиналып отқан себебіміз Нұрлыбай ағамның 60 жасы. Мына кішкентай қызымыз ағайынның тілашары құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын аға. Деніңіз сау болсын. Кеңсем екеуіңіз бір жастықты қартайыңыз. Немерелеріңізді қызығын көріңіз. Әрқашан той болсын. Тойға баса берсін. Біз өстіп қуанып, келіп жүре берейік үйлерімізге. Немерелеріміз көп болсын, өсіп болып, осылай жүздеріміз жарқырап жүре берсін. Туғанымыз құтты болсын. Жеңше, жеңше. Аманшылық денсаулық болсын, балдарымыздың, немереңіздің, шөбереңіздің қызықтарын көре береміз. Әрқашан мына келіп жатқан барлық ағайындарға, мына кластастарға, қадамдарыңызға нұр жаусын. Әрқашан жақсылық болсын тойы үйіңізде. Құрметті қауым, баршаңызға басын деп сәлем беремін. Тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға болсын. Денсаулық, амандық, тыныштық, береке бірлік тілеймін. Амин, қайын келін, тойлары той болсын. Әрдайым осы той болсын, той деп жүрейін. Тамаша, бәрекелі, молодец әке. Базар жоқ. Тос сөйлеген адамдарға мынандай шабан жауып жатырсыз. Басқарып жатқан адамға не жабатыңыз? Мен көз алдыма келтіре алмай жатырмын.
Toylarınız kutlu bolsun. Kelingizler, ortaga turmuzlar, ya. Delil bolsun. Bir fotoga tushib qo'yingizlar. O'lmas mura bolsun. Toyni ko'rib pazarda bir bilib sinibni topsam jaynatullarga qatmen berishim. Ko'rdingizlar. Үлкендердің айтқан ақ тілегі қабыл болсын ағайын. Періштен олардан шалсын. Тойда бергендеріңіз тойда қайтсын. Мына тойдан киіп жатқан шапандарыңыз тойға киіп тоздырсын деген ниетіміз бар. Өмірлерін оздырсын деген ниетіміз бар ағайын. Бүгін 60-қа толып жатқан әкеміздің тойына келдік. Нұрлыбай әкемізді мен ғой танығаныма бір ай болды. Енді сіздер неше жылдан бері танисыздар ғой. Нұрекеңнің қандай жігіт екенін бүгін өзінің бетіне айтамыз. Қандай жақсы қасиеті бар, бойындағы біз білмеген сырлары болса бөлісе отырыңыздар. Біздің Нұрекең негізі қандай жігіт, кім біледі? Апай, естіп отырыңыз. Шалыңызды бір мақтап жіберейік. Кім біледі? Нұрекең негізі қандай жігіт? Адал жігіт. Және мейірімді бауырмал дейді. Бейнеткеш. Аузын ашса ангенасы көрінеді дейді. Аузын ашса жүрегі көрінеді деп жатыр. Және қолы қатты дейді. Қандай жігіт? Жақсы жігіт. Аңқылдақ жігіт дейді. Адал дос дейді біздерге. Жақсы ата. Біз ғой сырттан көріп жүрген адамбыз ғой. Енді бұл кісінің қандай екенін менің апам біледі шығар. Апа, келіңіз. Жоқ, нағашыңыз айтты. Нағашым бабына келдіріп мақтайын деп тұр ғой. Қандай жігіт білесіз ба? Әй, қандай жігіт. Апа, келіңіз. Сізден артық ешкім жоқ біледі. Қандай жігіт? Мына мақтаулардың, мадақтаулардың қайсысы ақсақалға туры келеді? Қайсысы сәйкес келеді? Жоқ, біреуін айтамыз. Адал жігіт деген. Адал жігіт дейді. Ей, жігіт. Дұрыс, адал шығар, адал болса адал шығар. Қасындағы адам біледі ғой. Кім айтты адалды? Алдада айтқан кісі ортаға келсін. Адал жігіт деген кісі. Тамаша, ал. Нұрлыбай әкеміз қандай жігіт екенін білдіңіздер. Енді біздің Нұрекеңнің басары мен ныдан келетін тілек құраймыз. Қайсы тілек той иесі Нұрекеңге ұнаса, сол тілекті айтқан кісіге арнайы сыйлық береміз. Ал, әке, естіп тұрмыз. Тыңдап тұрмыз. Сізге тамаша тілек білдірмекшіміз. Ал, ныдан басылатын тілек. Нұрлы жігіт болсын. Нұры шашылып тұрсын. Ниеті қабыл болсын. Нұрғазаның жігіті болсын дейді. Нағыз азамат болсын. Наспай атпасын. Нәрестелері нар болсын дейді. Және нәрді сөздері болсын. Несе алмасын.
немересі көп болсын. Дұрыс па? Тамаша. Нағашысы не дейді екен? Мынадан келеді тілектен. Мынадан келеді тілектен, не дейді екенсіз? Настоящий жігіт болсын дейді. Базар жоқ, орыс және қазақша араласқан деген. Мына тілектердің қайсысы сізге ұнады? Біреуге? Әке. Қайсысы ұнап жатыр мына тілектердің? Мына айтылып жатқан тілектердің қайсысы ұнады? Бәрі ма? Біреуді таңдап алайық. Қайсысы? Настоящий ма? Настоящий алғыңыз келіп тұр ма? Настоящий жігіт болсын деп нағашыңыз айтып жатыр. Нағашым дейді. Нағашым сөйлесе болды деп тұр ғой. Подарка менен деп тұр. Ал, қошемет құрметпен. Керемет, тамаша. Мына тілектердің ішінде бөліп жататын түгі жоқ, негізі. Барлығын алуға болады. Дәл осы тілектер шын ниеттен, шын жүрекпен айтылып жатқан кезде періштен құлағы ашық болып, алып қояр емес, қабыл болсын деп әмин деп қойса қалай болады? Қабыл болсын, әмин. Жақсы ата болсын, жақсы жігіт болсын. Өзі мынау адам бір иығын нағашына тартып тұрады ғой, байқап тұрсыздар ма? Әкеміздің өзі нағашым дейді. Тамаша. Бір ақын ағамыз айтқан екен, аталатын тарыққанда атиға, тарыққанда сығалама жатыйды. Атам қазақ тек айтпаған сірі бір нағашы жеті атаға татиды дейді. Жеті аталық құны бар. Мен ортаға бір топ нағашы жұртты шақырғым келіп тұр. Нағашылар бар болсаңыздар, нар болсаңыздар ортаға келіңіздер. Және бұдан бірнеше жыл алдын осы әулеттің құдағилары болған сонау Қаржас елі біздің Арайлымның нағашылары бар болса, келсін ортаға. Уақыттың шамдығы мен тілектің топтап білем, сіздер мені боқтап кетпесеңіздер болды ағай. Арнайы бір топ біздің әкеміз Нұрлыбайдың нағашысы және Арайлым қызымыздың нағашысы Қаржас елі. Дәл осы кісілермен қосып, жел, бөлелер бар болса, келсін баршасы ортаға. Нағашыға ақтылық өзіңізден. Не дейміз нағашыден, туғанымыз құтты болсын. Деніңіз саулық болсын, шөберіңіздің көріңіз. Ең жаманымыз сізге тойны бағады біледі. Тоймыз денің сау болсын. Нағашамыз мен ойнап біліп жүрмін. Өміріңіз ұзақ, деніңіз сау болсын. Өсіп отырған ұлдарыңыздың қызығын көріп, аман есен орталарында жүре беріңіз. Мына кішкентай Арайлым қызыңыздың тілашары құтты болсын, оқуда озат, ақылдыңыз өсе берсін. Сол бізден нағашылар атынан аманат кеткен сияқтымыз бар. Нұрлыбайға бүгінгі 60 жас туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Осы немерелеріңіздің, шөберелердің қызығын көріп, Нәзира екеуіңіз бірге қол ұстасып бірге бартаймыздар. Мына мектепке барып жатқан немереміздің де қадамы құтты болсын. Білімді, ақылды, иманды, бір әдемі, өздеріңіз сияқты бір әдемі қыз болып өссін. Әрқашанда той болсын үйлеріңізде, ортамызда міне бөлелерді үлкені болып жүре беріңіздер. Нәзира екеуіңіз бірге әрқашанда той деп келейік үйлеріңізге.
Mına endi bilenlerimiz atımızdan sıyırımız var ya. Nurulbay, Құдағи, Нұрылбай бүгін туған күнің құтты болсын, денсаулығың құтты болсын, өмірде бәрі жақсы сізге тілеймін. Бала шағаның қызығын көріп жатсың еді, немерелерін сүйіп жатсың Құдайға, шөбере сүйіп Құдай жазсын сіздерге. Ал мен өмірде дейді, ең адам не керек дейді, ол денсаулық керек дейді, одан кейін не керек дейді. Осы ағайындар, осы туысқандар осылай жиналып, осындай үлкен дастарханда құдағилар, барлық ағайындар осылай жиналып сіздің тойыңызда келе берсін, тойға той баса берсін, аманшылық тілеймін, денсаулығыңыз мықты болсын. Мерейтойыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қыла берсін, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Кішкентай арайлым Гүлшар міне құтты болсын, директі оқушы болсын, аңсаған армандар орындала берсін, сіздерге қызық қуаныш тілей берсін, барлықтарыңызға аспанымыз ашық болсын, осылай соға шақырғандарыңызға көп рахмет. Ой, тамаша. Тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, періштені бұлан ашыланысын. Төрлетіңіздер, төрленбей тұрып бір тамаша фотоға түсіп алсаңыздар да болады. Құданың жапқан шапанын иыққа киіп алыңыз. Сөйтіңізді әге ортаға келіп тұрып алыңыз құдаңыздың қасына. Нағашыңызбен бір фотоға түсіңіздер. Ертең осы тойды осы фотоны көріңізді айта жүретін боласыздар. Тойларыңыз құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Жастар ортаға билейді. Сәл ғана сабыр сақтасаңыздар, мен осы айрандай ұйып, төрт көзіміз түгел, ортаға қарап, көңілді бөліп отқан сәтімізде, арнайы мен әкемнің қарындасы Шәріні шақырайын. Қайда? Әкеміздің туған бауыры Шәрі. Келіңіз апа. Арнайы қазақтың кереметтей дәстүрі төркіндету деп жатыр ағайын. Бейім жұрт бар кезде баршамыз қос бауыр ортада тұрып, бірімен бірі қол ұстасып, бауыр екенін халыққа білдіріп, төркіндету рәсіміне кезекті бергенді жөн көріп отырмыз. Апамызды төркіндетеміз, Шәрі апамызды. Алып келіңіздер сыйлықтарды. Şarapаны арнайы төркіндету рәсімі иығына камзол. Не бар екен айтып отырыңыздар. Аттың басында үлкен алтын набор. Тазы бриллианттан. Бала шапан үйде кісіге ма? Үйде кісіге. Молодец, келмейді ала береді екен. Арнайы шапан үйде кісіге, апасына кигізіп жатқан бауырлары тас басқан материал деп жатыр. Ей, тамаша. Бір бауырымызда осындай ақ болар.
60 жас мерейтойын және немересі Айрайлымның тіләшар тойын тойлап жатырмыз. Барлықтарыңызға келгендеріңіз үшін адамдарыңызға гүл бітсін, барлықтарыңызға рахмет. Міне бүгін ата салтын жатап, ағам енді 60-ға келіп не болса да менің төркіндетіп жатыр. Ағам мен жеңгеме рахмет басын дейім. Балдарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Енді сіздерге осылай мені құрметтеп жатқандар үшін менің де азғантай сыйлығым бар. Қабыл алыңыздар. Өзбекистан, yurtum benim. Özbekistan, farkım benim. Тамаша, рахмет бауыры. Мұнда бір алғыс. Ой, тамаша. $200 құндыз бөрік кигізіп жатыр бауырына. Ой, тамаша. Міне, жеңгесі де батырды. Ой, тамаша. Молодец. Керемет. Ағамның барлық балалары, келіндері, күйеу балдары ортаға шықсын. Келіндер мен балдары. Мәса, сіз төркін етеміз деп сіз түспек өзіңіз жеке. Екі қызы мен келіні. Нұргүл қайда? Нұреке. Арнайы келінге, қызға бәріне бірдей болсын деп. Халық көрсінбей отырсың ма? Ортаға таман келіңіздер, кішкене. Адамдардың ішінде арман болмасын, не алып жатыр екен, не кетті деген кезде бәріне көрсетесіздер. Дәл осылай камераға. Үлкен ұлымыз Нұрғисаға арнайы ақ көйлек комплекті коробкасымен қос күйеуге басына оюлы казахский тақия. Қазақтың дәстүрі бар, төркіндету деген. Төркіндетіп болғаннан кейін кез келген қыздан сұрайды негізі. Әке дұрыс па? Кез келген қыздан төркіндеткеннен кейін сұрайды. Ризасың ба? Риза емес болсаң және бір-екі нәрсе қосайық па деген сияқты қылып. Дұрыс па? Енді сұрамаймыз ба? Ризасыз ба? Ризамын. Алла разы болсын. Ағам мен жеңгеме, барлық бауырларыма ризамын. Ой, тамаша. Үшімен айту керек, бірет болмайды. Ризамын. Ой, тамаша. Міне, ата-аналық бұрышты және де дәл осынау үлкен міндетті атқарып, апамызды төркіндеткен екен. Мыңда бір алғыс әке. Сіздің де жақсы отбасы болып, осынау ізгі ұрпаққа үлгі ретінде көрсетіп жатқан кереметтей ісіңіз болып жатыр ағайын. Мыңда бір алғыс. Қос күйеудің тақиясына түсіріп қойыңыздар. Бізге уақытты сағат 2:00-ге туралап берілген. Біз енді көп сөйлеп созбайық, әдепті қозғайық. Арнайы бісміллә деп бастаған үстелді әліға әумин деп аяқтап бірінші үстелді тәмамдаймыз. Бірінші үстелді тәмамдаймыз да 1 сағат үзіліске шығамыз, кішкене билеп, қою қарашайға уақыт бөлеміз. Әрі қарай 12-де келіп, 12-ден 2-ге дейін және тойымыздың 2-ші үстелін бастаймыз ағайын. Арнайы бірінші үстелдің батасын алу үшін үлкендер алдыларыңызға келдім. Кім батасын береді? Қошаман ағамыз бата берсін, бірінші үстелдің үлкен астың батасын ағардық ағайын. Баталығына білекті көтеріңіздер. Алла деген аяулы алақанды көкке жаямыз. Әліға әумин. Бүгін Нұрғайының 60 жасын құтты болсын. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын берейін. Ықыласпен қол жасады ақ көкті төгейін. Бастарыңа бақ берсін, немерседен ақ берсін. Қырда жүрген қыдырды үйлеріңе алып келсін. Дастархандарың бол болсын, денсаулықтарың мол болсын. Қораларың құда қой болсын, үйлеріңде той болсын. Жортқанда жолдарың болсын, қыдыратардың достарың болсын. Қайда барсаңдар да жарқыраған жол болсын. Қазандарың бай
oğaylı olsun, körüklerimize, üylerimize yaylı olsun. Bugünkü 60 yaşın kutlu olsun. Her vakti iyiydi, toyun yeki oyun olabilsin. Allah'tan gitmesin, sonun beri kabul etsin. Amin. Sözler toşne, batası moşne eкен. Мыңда бір алғыс. Ал, олай болса да тағайын. Үлкендер жағы шайға, жастар жағы ортаға биге. Бар жоғы 1 сағат 40 минут уақыт сіздерге ағайындар. Келіңіздер, көңіл көтеріп, билеңіздер. Баршаңыз орында тұрып, бесплатный дискотека алаңына келіңіздер ағайындар. İsteyiz ağay. Biliyoruz mu? Ağabey şaşırma olsun. Ağabey ağalarım sorulsun. Ağabey.
Al bütün kişiler gelince şeye saklayalım.
Hazır ağalarımız olsun. Hadi saçma. Çıkın. Xorazm nuqtada taqdim etadi. Halkları şaşırma. Harika da ağalarımız olsun. Yeah.